-62 градус. Қазақстандағы ең суық ауылға келдім. 57-58-ге дейін барады. 60-тан асады. Кейбір жылда вообще жып-жылы болады. Жып-жылы дегенде 40-45. 50 болды, одан кейін 56, 3 күн қатарынан 56 көрсетіп тұрды. Қар биыл аз, мысалға мынау біз үшін аз болып тұр. Бас киім жоқ, қолғап жоқ, рахат жүрсіз ғой сіз деген. Нормально бізге, пойдет. Дала суық, сондықтан ара-тұра ауылдағы үйлерге кіріп, жылынып жүрміз, Жазира екеуміз. Қай үйге кірсек те ет береді. Күн суық, жейсің ет. Жемесең болмайды. Апай, сіздер жақта грипп деген жоқ дейді? Жоқ. Ел қалады. 60 градуста. Аға, өмір ауырман дейді грипппен, е? Жоқ, ауырған жоқ қой. Мен қала барсам ауыр қалам. Мынау міне ауылдың мектебі қарағайдан қиып салынған екен. Енді осы 1-2 күнде шамалы кішкен көтерілді. 56. Енді ары қарай градусникіміз көрсетпеді. Енді шыны керек, мүмкін одан да көп болғанда шығар. Өмір сүріп жатырмыз, пешті жағып қоямыз, жүреміз, шаруамызды істейміз. Бұл ауылда жалпы 18 үй ғана бар екен. Біздің етіктер қымбат, күшті, неше түрлі брендтер шыдамайды бұл жақта. Мына пима баға жетпес байлық қой мына жақта. Пима келасаң болды, жүре бересің. Жазда келіңдер деп жатыр. Біз деген қағаған қыста келіп алыппыз. Ой, жаңа 50 метр жүргенге тоңып қалдым. Жылына алмай едім.